Свет золотой, струя, снег, смотри. С земли смотрела на звезду девчонка Алия, спешила по небу звезда в далекие края. О ней задумалась тогда девчонка Алия. Звезда ушла за горизонт, погасла вдалеке, а Алия ушла на фронт с винтовкой в руке. Прошла военная страда, вернулась Алия, и на груди ее звезда, свет, золотая струя. Қатысушылар, әрине бүгінгі Американың орны бөлек, көп еліміздегі жақсы мерекелердің қатарына қосылатын бірінші өтіп жатса да, жылда өтіп тұратын күн мереке деп ойлаймын. Сондықтан да қайғысының боласында әсіресе біз үлкен жастағы адамдар үшін кітап деген ол ерекше бір дүние екенін білеміз. Біз бала кезімізден мектепке бірінші сыныпта оқығаннан бастап кітаппен көрдік қой, ол кезде интернет болған жоқ. Сондықтан да бүгінгі менің айтарым, жастарға айтарым, сіздер интернет деген керек нәрсе, бірақ дегенмен де кітапты ұмытпай, осы кітаптың маңызын, кітаптың ішінде қаншама білім барын, ғылым барын ескерсеңіздер, ертеңгі күні үлкен білімді, ғылымдағы азамат болып шығасыздар. Қай біздің еліміздің, халқымыздың, дүниежүзінің ғалымдары, данышпандарын алсақ та, олардың бәрі кітап арқылы ғана білімге жеткен деп ойлаймын. Сондықтан да біз енді көбінесе ата әженің тәрбиесі, әке ананың тәрбиесі бір бөлек, бірақ кітаптың да тәрбиесінің орны өте жоғары екенін атап өткім келеді. Сондықтан да сіздерге дейтін оқы және оқы деп кезінде бір алтын сарай атамыз айтқандай, кітапты оқыңыздар, тағы да оқыңыздар деп айтамын. Рахмет. Төте жолы кітап оқу. Бұл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының сөзі. Ол ұлттық құрылтайдың 3-ші отырысында Қазақстан Республикасында ұлттық кітап күнін белгілеу туралы тапсырма берген болатын. Осыған орай елімізде атаулы күндердің күнтізбесі тағы бір мерекеге толықты. Яғни 23 сәуір ұлттық кітап күні болып белгіленді.